Мына жастықтың базарда тұрғанына 40 жыл болды. Сонымен күйеуім қоймай, әпкел обал болды, ана обал болды, өзім тазалап алам дедім. Ол жаман болып кеткенде де қоя бір тазалап алам өзім дедім де. Осылай жастықты жайлап бір шетін сөктім да, соны полный сөгіп, ішіндегі үкілерін бәрін бір ыдыстар осы коробкамен пакетке салдым да, біраз уақыт күнге қойып қойдым. Аударып тұрдым, ортасын сөйттім да, ана нені сыртындағы қабын бардым да, ямай езей безіп кірінің бәрін, ойбай, одан бұрын бірінші барып көшеге барып қағып келдім, үкілерін қап кетпесін деп, солай үкілерін бәрін қағып алдым да, сөйтіп барып жудым, аямай қап-қара кір шықты. Езіп жудым да, сонымен біраз уақыт кептіріп қойдым. Ана күн нағанша, күн батқанша ана үкілдер сәл көтерілсін, арасы кепсін, ылғал болғандар дедім да, біраз уақыт қойып қойдым. Сөйтіп кірімді жайғам, сөйттім да, күрімді жастықты жуған тысын жайып, сонымен кепкен екен, қойды сабалайын дедім да, күн кеш болып баратыр деп үкілерін бәрін ішіне салдым да, сөйтіп өзім тігейін деп отқам, далаға отырып тігем ба деп, сөйтіп мама айтты, балаң еміз жылап кетті деді да. Сонымен қой деп мамаға бердім, мама тікті жастықтың бәрін. Сөйтіп жастық деген супер болып шықты, міне тап-таза әдемі, сүп-сүйкімді, сұп-сұлу, өзім сияқты зор болып шықты. Міне әдемі заты, шығын болмаймыз.